Баршаларыңызға қайырлы күн. Көбісі осы газдың ішін аша алмай, тазалай алмай жатады. Осылай тап-таза болып қалды. Біздікі бұрынғысы осылай ішін бәрі май-дақ болып тұратын тұғын. Өте оңай ашылады. Осылай ашсаңыздар, осылай төбесінен, әйнектің төбесінен қарай аша бересіздер. Жай-жай көтеріп алып, осылай екі шетінен ашасыздар. Өте оңай ашылады. Темірін қатты тартудың қажеті жоқ, өйткені жіңішке майысып сынып кетуі мүмкін. Кейін осылай екі шетін қыстыра саласыздар. Міне төбесі осылай алынады. Енді біз айнасын алатын боламыз. Осындай екі шетінде осындай заты тұрады, соны алып тастайсыздар. Өте оңай алынып салынады. Ішінде осындай үш тесігі болады. Кейін осы бетін кіргізе саласыздар. Өте оңай алынып салынады. Енді бірінші айнасын алып, бөлек жуып тазалап аласыздар. Осылай артық майларын, нелерін кетіру үшін осындай щетка қолдансаңыздар өте ыңғайлы. Барлық шетін осылай жақсылап жуып тазалап аламыз. Мен азелит қолдандым, осылай барлық майларын, кірлерін кетіріп, ең соңында осы қағазын алып тастадым. Сондықтан басқа газ деп қалмаңыздар. Іші сыртын барлығын жақсылап жуып алдым. Терезе жуатымен айнасын жуып алсаңыздар болады. Жылтырап тап-таза болып қалады. Газымыз осылай жылтырлап таза болып қалды. Видео ұнаса лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Менің каналыма тіркеліп